Қазақстанға Путин келді. Бірақ бұл сапардың артында жай дипломатиялық сыпайылық емес, орталық Азиядағы ықпал үшін үлкен сауда жүріп жатыр. Кремльге Қазақстан не үшін дәл қазір соншалықты маңызды болып кетті? Неге Ресей Балқаштағы АЭС жобасын уысынан шығарғысы келмейді? Қазақстан шынымен көп векторлы саясатта сақтап қала ала ма? Әлде Мәскеу мен Пекин арасындағы жаңа геосаяси тартыстың ортасына айналып бара ма? Сұрақтарға жауап іздейміз. Сонымен қатар ERG айналасындағы күмәнді Мәміле және Оразалы Ержановқа шыққан үкім туралы сөз қозғаймыз. Армысыздар, эфирде Ел дауысы ұжымы және мен Талаптан Иманбай. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазақстанға мемлекеттік сапармен Ресей президенті келді. Қонаққа сай сыпайылығымен бірден көзге түсті. Қарапайым адамдар қонаққа барғанда өзімен бірге тәттілер не ең болмағанда кішігірім сыйлығын алады. Ал үлкен саясатта сыйлықтың да масштабы бөлек. Құр қол барсам ұят болар деді ма, сыйлығы Путиннің өзінен бірінші келген еді. Қазақстанға сапарының алдында Владимир Путин ең жақсы кәдесі ретінде 4 бірдей тірі амур жолбарысын жіберуді жөн көрген сияқты. Оның үстіне ішінде 2 марғау да бар. Әрине, бұл жай ғана жануар сыйлау емес. Мұндай символикалық қадамдардың артында әрдайым саяси астар жатады. Өйткені үлкен саясатта кейде бір жолбарыс ондаған дипломатиялық мәлімдемелерден де әсерлі жұмыс істейді. Өз кезегімізде біз де қол қусырып отырмадық. Құда күтетін үйдей алдын ала дайындық жүрді. Нәтижесінде Владимир Путиннің Қазақстанға мемлекеттік сапары барысында салтанатты әрі мұқият дайындалған сценарий бойынша ұйымдастырылды. Әуеде президент бортын бірге алып жүрген әскери жойғыш қызыл кілем, қолына жалау ұстаған балалар, алдын ала есептелген протоколдық рәсімдер мен лидерлердің дипломатиялық жымиыстары. Мұның бәрі мінсіз телевизиялық көрініс жасауға бағытталған. Сырт көзге бұл Мәскеу мен Астананың бұрынғыдай тығыз стратегиялық серіктес екенін көрсететін демонстрацияға ұқсайды. Алайда дипломатиялық әдемі сөздер мен ресми мәлімдемелерді алып тастасақ, келіссөздердің негізгі мазмұны әлде қайда прагматикалық әрі қатаң сипатқа ие екенін байқауға болады. Себебі бұл кездесу Мәскеу үшін өте күрделі геосаяси жағдайда өтіп жатыр. Ресейдің мемлекеттік қарызы өсіп келеді, экономика санкциялық қысым жағдайында жұмыс істеуге мәжбүр, ал Украинадағы соғыс ұзаққа созылған позициялық текетіреске айналды. Соның салдарынан Кремль үшін сыртқы әлемге ғана емес, өз элитасына да Ресей халықаралық оқшаулауда қалған жоқ деген сигнал беру аса маңызды болып отыр. Бүгінде Мәскеуге көрші мемлекеттермен бірге іске асатын ірі инфрақұрылымдық және энергетикалық жобалар ауадай қажет. Өйткені мұндай мега жобалар Ресейге тек экономикалық пайда әкеліп қоймай, оның аймақтағы ықпалын сақтап қалуға мүмкіндік береді. Әсіресе Қытай орталық Азияда экономикалық ықпалын күшейтіп жатқан тұста Кремль үшін Қазақстанмен байланыс стратегиялық мәнге ие бола түсті. Ал Астана бұл жағдайды жақсы түсініп отыр. Ресейдің қазіргі геосаяси осалдығы Қазақстан үшін келіссөз үстеліндегі қосымша мүмкіндікке айналуда. Бұл Астанаға транзит, тариф, технология және инвестиция мәселелерінде өзіне тиімді шарттарды талап етуге жол ашады. Яғни Қазақстан бір жағынан Ресеймен стратегиялық серіктестікті сақтауға тырысса, екінші жағынан Мәскеуге толық тәуелді болып қалмай, көп векторлы саясаттың мүмкіндігін барынша пайдалануға ұмтылып отыр. Сондықтан бұл сапарды тек салтанатты дипломатиялық кездесу ретінде қабылдау қателік болар еді. Шын мәнінде оның артында ықпал үшін күрес, экономикалық есеп және орталық Азиядағы болашақ геосаяси тепе-теңдікке қатысты үлкен сауда жатыр. Сапардың басты интригасы Балқаш маңында салынуы жоспарланған Қазақстандағы алғашқы атом электр станциясының төңірегінде өрбіп отыр. Себебі бұл жай ғана энергетикалық жоба емес, бұл орталық Азиядағы болашақ ықпал үшін жүріп жатқан үлкен геосаяси ойынның бір бөлігі. Сондықтан АЭС құрылысы төңірегіндегі келіссөздер тек экономика немесе энергетика мәселесімен шектелмейді. Мұнда технологиялық тәуелділік, саяси ықпал және ұзақ мерзімді стратегиялық байланыстар мәселесі
қатар жүр. Астана осыны жақсы түсінетін сияқты. Сол себепті Қазақстан көп векторлы саясатқа сүйеніп, мұндай стратегиялық нысанды бір ғана мемлекеттің толық бақылауына бермеуге тырысып отыр. Бұл тұрғыда билік өте ұқыпты әрі есептелген дипломатиялық комбинация жасағандай әсер қалдырады бір қарағанда. Бас мердігер ретінде Қытайдың CNNC корпорациясы таңдалды, бірақ жоба тек Қытаймен шектеліп қалған жоқ. Ықтималы серіктестер қатарында Франция мен Оңтүстік Корея компаниялары да енгізілді. Осы арқылы Астана бірнеше мақсатты қатар көздеп отырғаны байқалады. Біріншіден, санкциялық тәуекелдерді азайту, екіншіден, технологиялық тәуелділікті бір ғана орталыққа байлап қоймау, үшіншіден, әлемдік ірі ойыншылар арасындағы тепе-теңдікті сақтап, олардың бәсекесін Қазақстан мүддесіне пайдалануға тырысу. Алайда Мәскеу мұндай конфигурацияда екінші жоспардағы рөлмен шектелгісі келмейтіні анық байқалады. Ресей үшін Қазақстандағы алғашқы АЭС жай ғана коммерциялық жоба емес, аймақтағы ықпалын сақтап қалудың стратегиялық құралы. Сондықтан Росатом басшысы Алексей Лихачев жобаның технологиялық жүрегіне таласатынын ашық мәлімдеді. Оның сөзінше, техникалық жобалау мен негізгі ауыр өнеркәсіптік жабдықтарды жеткізу ісімен түптің түбінде дәл Росатом айналысуы тиіс. Станцияны кезең-кезегімен іске қосамыз. Әр блокты бірінен кейін бірін пайдалануға береміз. Бірінші және екінші блоктардың арасы шамамен 8-10 ай болады деп ойлаймын. Біздің мақсатымыз 2030 жылдардың ортасына қарай жобаны толық аяқтау. Бұл жерде мәселе тек реактор немесе құрал жабдық туралы емес. АЭС-тің технологиялық платформасын кім берсе, сол ел ондаған жыл бойы станцияның жұмысына, техникалық қызметіне, отын цикліне және кадр даярлау жүйесіне ықпал ете алады. Яғни атом энергетикасы ұзақ мерзімді саяси және технологиялық байланыс орнатудың ең тиімді құралдарының бірі. Мәскеу дәл осы мүмкіндікті жіберіп алғысы келмейді. Ал белсенді құрылыс жұмыстарын 2027 жылдың өзінде бастау жоспарланып отыр. Бірақ қазірдің өзінде байқалып отырғаны Балқаштағы АЭС Қазақстанның ішкі энергетикалық жобасынан әлде қайда ауқымды мәселеге айналып бара жатыр. Бұл жоба арқылы Орталық Азиядағы ықпал картасы қайта сызылуы әбден мүмкін. Еске салайық, бұған дейін Қазақстан АЭС салу үшін 13 миллиард долларға дейін Ресейден несие алатыны хабарланған еді. Атом энергиясы агенттігінің төрағасы Алмасадам Сәтқалиевтің айтуынша, АЭС құрылысын қаржыландыруға қатысты мәселе туындамайды. Қазір Қазақстан мен Ресей мемлекетаралық несие тетігін пысықтап жатыр. Жобаның нақты құны жобалау аяқталған соң белгілі болады. Алдын ала есеп бойынша қуаты 1200 мегаватт екі энергия блоктың бағасы шамамен 15 миллиард доллар болады. Сәтқалиевтің сөзінше, бірінші станция бойынша жұмыстар жоспарға сай жүріп жатыр. Ол жобалау кезеңі орта есеппен 5-7 жылға, ал құрылыс 10-15 жыл уақыт алатынын айтты. Сонымен қатар Қазақстанда ұлттық атом холдингін құру жоспарланып отыр. Ол барлық атом электр станциясының иесі болып, оларды пайдалану және сервистік қызмет көрсетумен айналысады. Бұдан бөлек Ресей тарапы бірінші атом электр станциясы бойынша нақты келісімдер толық бекіп, барлық техникалық және саяси мәселелер түбегейлі шешілмей жатып-ақ, Қазақстанда екінші АЭС салу жөніндегі келіссөздерді дереу бастауға дайын екенін ашық мәлімдеуде. Бұл Мәскеудің бұл тақырыпқа қаншалықты стратегиялық мән беріп отырғанын көрсетеді. Өйткені Ресей үшін Қазақстандағы атом энергетикасы жай ғана бизнес емес, немесе экспорттық жоба емес, бұл аймақтағы ықпалын ондаған жылға бекітіп алудың құралы. Кремль жақсы түсінеді, егер Қытай Қазақстанның энергетикалық секторындағы негізгі ойыншыға айналып кетсе, онда Мәскеудің Орталық Азиядағы дәстүрлі позициясы әлсірей береді. Сондықтан Ресей қазір уақытпен жарысып жатқандай әсер қалдырады. Мәскеудің мақсаты айқын. Қытай бастаманы толық өз қолына алып қоймай тұрғанда, Қазақстанда ұзақ мерзімді энергетикалық және технологиялық байланыстар арқылы өз орбитасында ұстап қалу. Себебі атом энергетикасы бір рет салынып, кейін ұмытылатын жоба емес. АЭС салған ел ондаған жыл бойы отын жеткізуден бастап, техникалық қызмет көрсетуге, кадр даярлауға және модернизация жұмыстарына дейін ықпалын сақтай алады. Яғни бұл салада кім үстемдік алса, сол аймақтағы стратегиялық позициясында күшейтеді.
егер ана АЭС-ті алсақ, оны кеше айтты ғой, кеше ме бүгін айтты. АЭС-ті ресейліктер өздерінің қаражатына салады. Бұл өте маңызды. Өйткені мына ресейліктер Түркияда сөйтіп салып жатыр, бізде де соны салып жатыр солай. Өз ақшасына атомный электростанция салайын деп жатыр. Бұл өте маңызды бізге, өйткені бізде ондай мүмкіншілік жоқ. Сондықтан енді оны қалай біз оған қарсы боламыз? Әрине бізге өте жақсы, сондықтан Ресей салып жатыр. Ол саясаттың сондай енді бір жағы. Ол ешқандай енді, әрине осындай, қай ел осындай тегін атомный электростанция салып жатыр? Ешкім салмайды. Ресей бізге салып жатыр. Әрине оның несі бар, өзінің бір ойы бар, өзінің жоспары бар, өзінің көздеген нелері бар, мақсаттары бар. Бірақ негізі міне Ресей бізге тегін атомный электростанция салайын деп жатыр. Мен қателеспесем, бір 10-15 миллиард доллар ма, әйтеуір қымбат. Ол жаңа енді кем дегенде бір 5 жылда салатын шығар. Бізге өте пайдалы, бізге өте керек, өйткені біздің мүмкіншілігіміз жоқ. Екінші мәселе. Кеше біздің ағарту министрі сұхбатында айтты, Ресейде 3 облыста қазақ тілін зерттеу сондай білім орталығы ашылады деді. Тегін ресейліктер ашып жатыр. Қателеспесем, Астрахань, содан кейін Омбы, тағы үшінші бір облыс. Ол да өздері ақшасын ашып жатыр. Неге ашып жатыр ол? Неге бұлай енді сұрақ? Неге Ресей бізді осылай жақсы көріп жатыр? Неге осындай қадам шара қабылдап жатыр? Ол түсінікті. Өйткені Ресейге бізден басқа қазіргі жағдайда серіктес жақын жоқ. Украинамен қарап жатырсыз, не болып жатыр? Соғыс болып жатыр. Тек қана Белоруссияны қалды. Енді осы өткен аптада жаңағы жанжал болды, конфликт кімнің арасында? Армениямен. Арменияны сана есін суын алмаймыз, жаңағы тағы бірдемесін алмаймыз, көкөністерін алмаймыз, жидектерін алмаймыз деп жауып жатыр. Сондықтан Ресейде бізден басқа серіктес мемлекет жоқ. Сондықтан бізге осындай бұлар қадам алып жатыр. Енді сіз айтасыз, енді көп вектор. Әрине, біз енді қарсы емеспіз ғой. Мысалы, қандай осы кім болсын, басшы болсын, біз енді әрине біз қолдаймыз. Ана қараңыз, бізге тегін атомный электростанция салайын деп жатыр. Сосын біз 3 облыста қазақтың білім орталығын ашайын. Қазақ тілінде. Кеше министр айтты, біздің оқулықтар, біздің программа бойынша болады деп. Сондықтан бізді жақындап жатыр. Ол үлкен сондай геосаясат. Қазір әлемді бөліп жатыр ғой. Біз көріп жатырмыз ғой, әлемді бөліп жатыр. Үлкенді. Сонда бізге Ресей өзі жағынан тартып жатыр. Мүмкіншілігі бар, оны пайдаланып жатыр. Алайда жоғары деңгейде ондаған жылға арналған атом келісімдері мен мәңгілік стратегиялық серіктестік туралы әдемі сөздер айтылып жатқанымен жердегі нақты бизнес пен сауда қатынастары мүлде басқа картинаны көрсетеді. Ресми мәлімдемелерде одақтастық пен интеграция туралы көп айтылады, бірақ іс жүзінде жасырын экономикалық тосқауылдар әлі де сақталып отыр. Әсіресе қазақстандық кәсіпкерлер мен тасымалдаушылар Ресей нарығында бюрократиялық кедергілердің азаймағанын жиі айтып келеді. Яғни үлкен саясатта одақтас болғанымен нақты экономикалық алаңда әр мемлекет бәрібір өз мүддесін бірінші орынға қояды. Сондықтан қазіргі келіссөздердің астарында тек достық емес, өте қатаң геоэкономикалық сауда жүріп жатқаны анық байқалады. Бұл сапар тағы бір маңызды кезеңмен тұспа-тұс келіп отыр. Себебі 1 маусымнан бастап Ресей Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен келетін тауарларға арналған жаңа спот жүйесін іске қоспақ. Ресми түсіндіру бойынша бұл жүйе логистиканы бақылауды күшейтіп, тауар қозғалысын цифрландыру үшін қажет. Бірақ іс жүзінде бұл өзгеріс қазақстандық бизнес үшін қосымша қиындықтарға айналуы мүмкін деген алаңдаушылық күшейіп келеді. Енді Қазақстаннан Ресейге тауар апаратын тасымалдаушылар алдын ала арнайы QR-код рәсімдеуге міндеттеледі. Яғни әрбір жүк цифрлық бақылаудан өтіп, қосымша тексеру механизмдеріне тәуелді болады. Теория жүзінде бұл жай ғана әкімшілік процедура, алайда кәсіпкерлер мен логистика саласының өкілдері мұны бюрократияны көбейтетін, жеткізу уақытын созатын және саудаға қосымша кедергілер енгізетін құрал ретінде қабылдап отыр. Көптеген сарапшылардың пікірінше, мұндай жүйелер көбіне қауіпсіздік немесе реттеу деген сылтаумен енгізілгенімен түптің түбінде жасырын протекционизм
құралына айналуы мүмкін. Яғни сыртта Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы еркін сауда туралы айтылғанымен іс жүзінде әр мемлекет өз нарығын қорғаудың жаңа әдістерін ойлап табуда. Қазақстандық бизнес өкілдерінің алаңдауы да дәл осыдан туындайды. Бұл жағдай Ресей мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастың ішкі қайшылығын айқын көрсетеді. Бір жағынан жоғары деңгейде стратегиялық серіктестік, одақтастық және интеграция туралы мәлімдемелер жасалады. Екінші жағынан нақты экономикалық алаңда кедендік емес тосқауылдар мен жасырын шектеулер көбейіп барады. Бізге бекіту керек біз Қазақстанды. Қазақстан енді мен енді бүкіл Орта Азия айта алмаймын, бірақ негізі Қазақстан біз көршіміз, бұларға өте маңызды көршіміз, бізге жақындатып, бізді бекіту керек. Сондай саясат өткізіп жатыр. Енді о жағынан менімше Путин бізге келген оның алдында неде болды ғой, Қытайда болды ғой, Си Цзиньпинмен кездесті ғой. Мүмкін біздің енді Орта Азия туралы, біз туралы олар сондай әңгіме талқылаған шығар. Әйтеуір бізге келгенде енді Қытайда қазір енді бірінші мемлекет болмаса, екінші бар жағынан күшті мемлекет. Ресейде жаңа әлсіз емес қазіргі уақытта мен енді ол ана 4-ші, 5-ші қатарға мемлекетке кіреді ғой экономика жағынан. Сондықтан бұлар енді қандай біз бәріміз куәміз ғой, әлемді бөліп жатыр, сонда бізге жақындатып жатыр. Мен қайталап айтамын, мына Ресейде қазіргі жағдайда, геосаяси жағдайда ең жақын болып тұрған жаңа біз көршіміз. Онда мойындау. Сосын тарихымыз енді бұрыннан бар ғой бірге. Екінші біз көршіміз, сосын біз енді серіктес, ода бізден басқа оларға жақын жоқ. Енді Белоруссия бар. Мына үлкен мемлекеттер айтады. Көрдіңіз бе? Сондықтан бізде сондай саясат, геосаясат, оған біздің де неге қарасақ, біздің енді үкіметтің, президенттің ұстанымына қарасақ, ешқандай қарсылық жоқ. Бәрі қолдап. Кеше ғана қанша сөздер айтты, жаңа достық туралы, ынтымақтастық туралы, және тағы басқа туралы. Бізде неге мына қараңыз, бірінші Путин келді, содан кейін мына Евразия одағының несі болады, жаңа саммиті болады. Енді қараңыз, бұл енді Путин мен біздің президент енді жеке де оның алдында бір енді бейресми кездесті ғой, бейресми кездесті. Бейресми кездессе қандай мысалы тақырыптарды бұлар талқылады? Меніңше бізде Қазақстанда бір тамыз айында сайлау өтеді, сайлаудан кейін қыркүйекте бірінші отырыста біздің құрылайда президент, вице-президент ұсынады. Вице-президент деген ол жаңа конституция бойынша ең екінші жаңағы тұлға, саяси тұлға, билікте отырған екінші деңгейді санасақ, екінші адам болып тұрады ғой. Демек, 2,5 жылдан кейін бізде мына қазіргі президенттің мерзімі бітеді ғой. Мерзім біткеннен кейін мына мүмкін болашақ вице-президент, үшінші президент болады. Енді қараңыз, үшінші президент болса, оған Ресей бейтарап қара алмайды ғой. Кім Қазақстанды басқарады, Ресей бейтарап қара алмайды. Ресейге өте маңызды. Сондықтан енді мына шымылдықтың ар жағында тұрған саясаттың бір мүмкін сондай бір енді мәселесі Путин келгенде жаңа біздің президентпен кім үшінші президент болады, сол сұрақты қойған шығар деп мен сөйтіп ойлаймын. Жалпы алғанда қазіргі сапар екі елдің мүдделеріндегі классикалық асимметрияны анық байқатады. Мәскеуге халықаралық аренада белсенді әрі ықпалды ойыншы ретіндегі образын сақтау маңызды, әсіресе батыспен текетірес күшейген кезеңде Кремльге көрші елдермен ірі жобалар жүргізіп жатқанын көрсету қажет. Сонымен қатар Ресей инфрақұрылымдық және энергетикалық жобалар арқылы посткеңістіктегі елдерді өзіне ұзақ мерзімге байлап қоюға тырысып отыр. Ал Астананың мақсаты сәл бөлек. Қазақстанға инвестиция, технологиялық және жаңа нарықтар қажет, бірақ сонымен бірге билік сыртқы саясаттағы еркін маневр жасау мүмкіндігін жоғалтпауға тырысады. Яғни Астана бір орталыққа толық тәуелді болып қалмай, Ресей, Қытай, Батыс және басқа да ойыншылар арасындағы тепе-теңдікті сақтауға ұмтылып отыр. Қазіргі келіссөздердің астарында дәл осы тепе-теңдік үшін күрес жатқандай әсер қалдырады.
Енді елдегі басқа жаңалықтарға келсек, Евразиялық корпорацияны құрған алпауыттардың дәуірі аяқталды. Енді ERG-де Муталиб кезеңі басталып жатыр. 22 мамыр күні Евразиялық ресурстар тобы акционерлер құрамының өзгергенін ресми түрде жариялады. Енді компаниядағы 39,3% акцияны бизнесмен Шахмурат Муталиб иелік ететін Nature Energy Solutions компаниясы сатып алған. Бұл пакет бұрын Патох Шадиев пен марқұм Александр Машкевич мұрагерлеріне тиесілі болған. Ал мемлекет үлесі өзгеріссіз қалды, 40%. Бірақ негізгі мәселе пайыздардың өзінде емес, мәселе Қазақстанның экспорттық әлеуетін айқындайтын аса ірі шикізат активтерінің бақылауы кімнің қолына өтіп жатқанында. Өйткені ERG жай ғана компания емес, бұл ел экономикасының стратегиялық тетіктерінің бірі. Оның құрамына ферроқорытпа, темір кені, алюминий және басқа да маңызды шикізат өндіретін ірі кәсіпорындар кіреді. Ең қызығы, жаңа негізгі ойыншы ретінде танылып отырған Шахмурат Муталиев бұған дейін кеңінен құрылыс пен теміржол мердігерлігі саласындағы жобалармен белгілі еді. Сондықтан көптеген сарапшыларды тау-кен алыбының бақылауы қалайша дәл осы бизнесменнің қолына өтті деген сұрақ қызықтырып отыр. Тағы бір назар аудартатын мәселе мәміленің қаржылық құрылымы. Бұл сатып алу классикалық тікелей төлемнен гөрі күрделі қарыз құралдары арқылы ұйымдастырылғанға ұқсайды. Мәліметтерге қарағанда жаңа меншік иесіне тиесілі әрі Астана халықаралық қаржы орталығының юрисдикциясында тіркелген компания мәміле жасалардан бірнеше күн бұрын қысқа мерзімді облигациялар шығарған. Оның көлемі, назар аударыңыз, 1,2 миллиард доллар. Бұл жерде негізгі сұрақ туындайды, мұндай көлемдегі қаражаттың артында нақты кім тұр? Себебі Қазақстандағы стратегиялық шикізат активтерінің иелері ауысқанда әңгіме тек бизнес туралы ғана болмайды. Мұнда саяси ықпал, элиталық келісімдер және ірі қаржы топтарының мүдделері қатар жүреді. Сондықтан ERG төңірегіндегі бұл өзгеріс алдағы уақытта елдегі экономикалық ықпал картасының қалай қайта бөлінетінін көрсететін маңызды сигналға айналуы мүмкін. Евразиялық корпорацияны құрған буынның дәуірі аяқталды. Енді Муталиб дәуірі басталғалы тұр. Мәміленің техникалық жағын қысқа мерзімді қаржыландыру схемасы түсіндірілгенімен қаржының қайдан келгені сыртқы ойыншылардың ықпалын аңғартады. The Insider басылымының мәліметінше бұл келісім ақш мемлекеттік департаментінде елеулі алаңдаушылық туғызған. Басылым дерек көздері Шахмурат Муталибтің Ресейдің банк секторымен әсіресе ERG мен 3 миллиард доллар қарыз болған ВТБ банкімен тығыз байланысына назар аударып отыр. Сондай-ақ мәміле Ресей тарапының қолдауымен жүзеге асып жатыр деген пікір айтылуда. Ал Муталибтің ВТБ басшысы Андрей Костинмен таныстығы кәсіпкер Әлішер Усмановтың ықпалы арқылы қалыптасқаны сөз болуда. Осы қазір ERG, сосын кейін Алтын Алмас, Шахмурат Муталиб алып отыр. Сосын кейін Артықбаев мырза Казахмыс алып отыр. Негізі менің ойым бойынша ол бізде именно возврат активов деп отырмыз ғой. Активтер қайтару саясатта болып жатқан оқиға. Неге дейсіз бе? Егер сіз дұрыстап хронологияны қарасақ, кезінде Артықбаевта Муталиб мырзада екеуі ең біріншіден бастап Астана, МФЦ Астанада тіркелген мекемелерді ашты. Содан кейін барып, сол мекемелердің атына осы активтерді ауыстырды, сатып алды дейікші. Дұрыс па? Сондықтан осы активтер негізі, ол жеке адамдардікі болып отыр. Бірақ ол Қазақстан экономикасына келіп отыр. Себебі салық қайда төленді басында? Люксембургта, ERG, Казахмыс там, Лондонда ма, сол жақта бір жақта төленді. Дұрыс па? Сөйтіп, біздің ресурстарды алып, шикізаттарымызды пайдасын көріп, бірақ салықты шетелге төлеп жүрді. Қазіргі таңда осы жерге тіркелгеннен кейін осы салықтар осы жерде төленетін болады. Біз мемлекеттік. Именно осы себепті мен сөйтіп ойлаймын негізі.
бір. Екіншіден, менің ойымша, қазір бізде үкіметте болу керек, бар шығар да мүмкін, о жағын білмедім. Бірақ сондай әңгімені естідім, что бізде постановление правительства бар, что осы активтер негізі Қазақстанға активтер қайтару саясатында келіп жатқан жолы. Сондықтан ол жақсы жаңалық деп ойлаймын. Не десеңіз де, біздің азаматтарымыз, осы жерде тұратын азаматтарымыз, осы жерде тіркелген мекемелеріміз соны есі болып тұр. Сондықтан егер бізге салық біздің үкіметке төленсе, біздің бюджетімізге төлесе, ол бізде пенсиямыз, дұрыс па? Зейнетақылар. Ол бізде салықтар, ол бәрі біздің мемлекетімізге тиеді. Сондықтан қазіргі Тоқаев мырза айтқан саясатымыз именно мемлекетшілдік идеологияны енгізіп жатқан деп осы саясатта болып жатыр деп ойлаймын. Вашингтонның бұл келісімге ерекше назар аударуының да себебі бар. Себебі ERG тек Қазақстандағы кәсіпорындар мен шектелетін компания емес. Корпорация Африкадағы стратегиялық кен орындарын, оның соның ішінде Конго Демократиялық Республикасындағы мыс пен кобальт өндіретін активтерді бақылауда ұстап отыр. Ал дәл осы ресурстар қазір ақш үшін геосаяси тұрғыдан аса маңызды бағыттардың біріне айналған. Жаңа америкалық әкімшілік Африкадағы Қытай мен Ресей ықпалына қарсы белсенді күрес жүргізіп жатқан жағдайда ERG секілді алпауыттың бақылауы кімнің қолына өтетіні Вашингтон үшін жай ғана бизнес мәселе емес, үлкен геосаяси фактор саналады. Бұл мәміленің ең үлкен тәуекелі санкциялық кеңістікте жатыр. Қазір ERG-дің Ресейдің ВТБ және Сбербанк алдындағы қарыздарын төлеу мүмкіндігі тек ақштың шетелдік активтерді бақылау басқармасы OFAC берген арнайы лицензияның арқасында сақталып отыр. Америкалық реттеуші бұл қадамға еріксіз барған. Себебі егер ERG дефолтқа ұшыраса, онда кепілге қойылған акциялар ресейлік кредиторлардың қолына өтуі мүмкін еді. Ал бұл стратегиялық тау-кен алыбының бақылауы тікелей санкциядағы ресейлік құрылымдарға өтеді деген сөз. Бірақ енді жағдай күрделене түсуі ықтимал. Мәскеумен тығыз байланысы бар деп айтылып жүрген жаңа меншік иесінің келуі OFAC лицензиясының болашағына күмән тудырып отыр. Компания басшылығының өзі америкалық тарап рұқсатты кез келген сәтте қайтарып алуы мүмкін деп қауіптенеді. Егер ондай шешім қабылданса, онда оқиға тізбегі өте жылдам өрбуі мүмкін. ВТБ корпорациясының дефолтын техникалық тұрғыда ұйымдастыруға мүмкіндік алып, кейін кепілдігі акцияларды толық бақылауына заңды түрде өткізе алады. Сондықтан кейбір сарапшылар Муталиптің соңғы жылдардағы күтпеген әрі өте жылдам күшеюін жай ғана бизнес тарихы емес, әлде қайда күрделі схема ретінде қарастырады. Яғни бұл процестің артында Қазақстандағы стратегиялық шикізат активтерін санкциядағы ресейлік құрылымдардың ықпалына біртіндеп өткізуге бағытталған жанама механизм болуы мүмкін деген күдік бар. Егер бұл сценарий расқа айналса, мәселе тек ERG тағдырымен шектелмейді. Әңгіме Қазақстанның экспорттық әлеуетінің маңызды бөлігіне, халықаралық қаржы жүйесіне және Батыс пен Ресей арасындағы геосаяси тетіктердің жаңа кезеңіне тірелуі мүмкін. Ендігі кезекте қоғам назарында болған тағы бір резонансты іске тоқталайық. Қоғам белсендісі Оразалы Ержановке қатысты сот үкімі жақында жарияланды. Сот шешімі бойынша ол 4 жылға бас бостандығынан шектеу жазасына кесіліп, қосымша 5 жыл бойы қоғамдық және публицистикалық қызметпен айналысу құқығынан айырылды. Істі Руслан Мұратбеков қарады. Ол Алматы қаласындағы мамандандырылған ауданаралық қылмыстық соттың судьясы. Бұған дейін Аягөз ауданы прокуратурасын басқарған. Мәліметтерге қарағанда ол Алмалы аудандық сотына судья тапшылығына байланысты уақытша жіберілген. Әзірге бұл үкім заңды күшіне енген жоқ. Алда апелляциялық шағым қаралуы тиіс. Сондықтан істің соңғы нүктесі әлі қойылған жоқ.
Еске сала кетейік, бұл істің басталуына ақпан айының соңындағы оқиғалар себеп болған. 11 ақпанда президенттің 15 наурызда республикалық референдум өткізу туралы жарлығы жарияланды. Конституциялық референдумға дайындық жүріп жатқан сол кезеңде Қазнетте жағдай күрт ушығып, ақпараттық кеңістік ұсынылған түзетулерге қатысты өткір пікірлер мен қатаң сынға толды. Оразалы Ержанов осы қоғамдық пікір толқынының дәл ортасында қалып, қарсы пікір айтушылардың ең ықпалды дауыстарының біріне айналды. Елге қайтару қоры жетекшісі ретінде ол заңсыз шығарылған және жекешелендірілген активтерді қайтару мәселесін көтеріп, билікке қатысты ашық әрі өткір мәлімдемелер жасаған. Сол кезеңде референдумға дайындық аясында билік қысымды күшейтіп, нәтижесінде осы саяси және ақпараттық тартыстың нысанасына Ержановты ілікті. Оның ұсталғаны туралы алғаш болып 26 ақпанда белгілі журналист Гүлжан Ерғалиева хабарлады. Ол Facebook жазбасында Ержановтың жұбайына сілтеме жасап, пәтерде тінту жүргізілгенін және кейін оның полиция қызметкерлерімен бірге алып кеткенін айтқан. Арада 2 күн өткен соң сот шешімімен оған 10 тәулік әкімшілік қамау жазасы тағайындалды. Осылайша елдегі ең танымал қоғам белсенділерінің біріне қатысты ақпарат алғаш рет ашық түрде қоғам назарына шыққан еді. Осы ақпараттармен қатар бұл іске қатысты өзге де деректер пайда бола бастады. Журналист Ирина Петрушева Ержановтың жаңа конституция жобасына қатысты жазған өткір посттары себеп болуы мүмкін екенін айтқан. Оның мәліметінше, кейіннен Ержановтың әлеуметтік желідегі кейбір жазбалары өшірілген. Соңғы жарияланым 8 ақпанда тіркелген. Келесі маңызды эпизод 5 наурыздағы жағдай. Әкімшілік қамау мерзімі аяқталуға 1 сағат қалғанда Оразалы Ержанов қайтадан сотқа жеткізілген. Бұл жолы ол босатылмай, керісінше қылмыстық іс қозғалып 2 айға қамауға алынған. Кейін бұлтартпау шарасы жеңілдетіліп үйқамаққа ауыстырылған еді. Ресми түрде іс Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 150-ші бап сайлау құқықтарына кедергі келтіру бабы бойынша қаралып жатыр. Бұл бап бойынша ең жоғарғы жаза 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Тергеу нұсқасына сәйкес оның әлеуметтік желідегі жазбалары референдумға бойкот жасауға шақыру ретінде бағаланған. Ал Ержанов пен оның қорғаушылары мұны ақылды бойкот, яғни заң аясындағы саяси пікір білдіру деп түсіндіреді. Осы іске пікір білдірушілердің бір бөлігі бұл жағдайды сот жүйесінің әлі де саяси қысым құралы ретінде қолданылуының көрінісі деп бағалайды. Олардың айтуынша үйқамақ қысымның тек жұмсақ формасы ғана. Біз бұл істі өз бақылауымызда ұстаймыз, алдағы қаралатын апелляциялық шағымда оң нәтиже шығады деп үміттенеміз. Бүгінге айтарымыз осы, құрметті көрермен. Ел дауысы бұл елдің үнін жеткізетін арна. Өз ойларыңызды төменде пікірге жаза кетіңіздер. Сіздердің ойларыңыз біз үшін әрқашанда маңызды. Бүгінгі шығарылымды дайындаған Ел дауысы ұжымы және мен Талаптан Иманбай, жоба жетекшісі Гүлжан Ерғалиева. Арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Жақсы күнде жақсы жаңалықтармен жолыққанша.